өзіме жауапкершілікті алып, ер азаматтың бұл өмірдегі жасайтын ең маңызды ісі туралы айтқым келіп отыр, және әйел азаматының да бұл өмірге келгендегі жасайтын ең маңызды ісіне тоқталғым келіп отыр. Ер азаматының бұл өмірге келгендегі жасайтын ең үлкен маңызды екі ісі бар. Әрине оның тармақтары бар, бірақ маңызды дегені біріншісі ол табыс табу, жанұясын асырау. Екіншісі алған жарын сыйлау, әке-шешесін сыйлау, бүкіл адамзатты сыйлау. Ал әйел азаматының үш міндетті деген маңызды ісі бар. Ол дүниеге ұрпақ әкелу. Екіншісі жарын, ата-анасын барған жерін, бүкіл адамзатты сыйлау. Үшіншісі тұрмыстық жағдайды жасап білу. Міне осыны біліп жүретін болса, жастар, тыңдаңыздар. Міне әр адамның, ер азаматтың, әйел азаматтың өзінің істерін атқарып жүретін болса, біздерде шаңырақ шайқалу деген өте аз болар еді. Ажырасу деген жоқтың қасында болар еді. Сондықтан да қазіргі таңда инстаграмнан естіп қалдым, қыздар барған жерінің тұрмыстық жағдайын жасау міндетті емес деген. Ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Мен қазір әлемнің білімдерін алып жатырмын, және қазақ ата бабамыздың салт дәстүрін сақтап, олардың сөздерін қанымызға сіңіріп өскен ұрпақпыз. Сондықтан да бізде үлкенді сыйла, кішіге ізет көрсет деген осындай жақсы, керемет қазақ ата дәстүріміздің осындай сөздері бар бізге тастап кеткен. Осыны жасаса, бір-бірін сыйлап, әр адам өзінің маңызды деген ісін атқаратын болса, өте керемет болар еді. Және өздеріңіз бағаларыңызды беріңіздер, сіздердің қандай ойларыңыз бар. Және осы алдыңғы қатарда жүрген ағаларымыз, апаларымыз осындай сөздерін жастардың құлағына сіңіріп жүретін болса, көп адамдар мысалға дұрыс емес істерді білмегеннен жасап жатады. Білмегеннен, түсінбегеннен жасап жатады. Сондықтан да жастарымызға осындай сөздерді айтып, жан-жағымыздағы адамдарымызға айтып, оны жан-жағымызда таратып жүретін болсақ, және жастарға көмектесіп жүретін болсақ, жан-жақтан, міне жастар жақсы жолға түсіп, ұрпағымыз көбейген, алдыңғы қатарлы дамыған елдердің қатарынан болатын боламыз. Және ұрпақтарымыз көп, бір-бірімізді сыйлаған, сондай кереметтей қазақ халқы болатын боламыз. Және қыздарды әрине кішкентай кезінен бастап, ұлдарды да өзінің бір қабілетіне сай оқуды бітірген кезде мамандығын алып шығуға, үлкен оқу орнын бітіргенде де мамандығын алып шығуға болады. Әрине дұрыс ол. Сол кезде күйеуге ертерек шығып, бірақ та оны да қазіргі бізде заман жақсы, онлайнда жасауға болады. Балалары өскеннен кейін де жасауға болады. Оны есебін тапса, барлығын алып жүруге болады. Қыз да, ұл да.